Күйеуімен шетел асып кеткен Ақбаян анасымен араласпаған. Атырауда жоғалған отбасы туралы тың дерек шықты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен бір отбасыға қатысты жаңа деректер белгілі болды. Бұл туралы Мәлім.кз сайты хабарлайды. Қызылқоға ауданына қарасты Жангелдин ауылында жоғалған отбасы ісіне байланысты әлеуметтік желіде өзін хакер деп таныстырған азамат кезекті мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, жоғалған отбасы мүшелерінің бірі Наурыз Мұханғалиевтің атына тіркелген сим-карталар жоғалып кеткеннен кейін де белгілі бір уақыт аралығында белсенді қолданылып отырған. Жарияланған мәліметке сәйкес, аталған нөмірлердің геолокациясы Өзбекстан аумағынан тіркелген. Сондай-ақ бұл сим-карталар арқылы WhatsApp мессенджеріне тәулігіне бірнеше мәрте кіргені анықталған. Дегенмен ресми деректерде жоғалған отбасы мүшелерінің Қазақстан шекарасын заңды түрде кесіп өткені жөнінде ақпарат жоқ. Өзін хакер деп таныстырған азамат Түркістан облысы аумағында Өзбекстанға заңсыз өтетін бейресми жолдардың бар екенін де алға тартып, сим-карталар сол бағыттар арқылы бөгде адамдардың қолына түсуі мүмкін деген болжам айтты. Туыстарының мәліметінше, қараша және желтоқсан айларында отбасы мүшелеріне тиесілі зейнетақы қаражаттары шешіп алынған. Сонымен қатар WhatsApp арқылы үйдегі малдың сатылғаны анықталған. Хат-хабар алмасулардың барлығы Наурыз Мұханғалиевтің атынан жүргізілгені бұған дейін де хабарланған. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқи отырып, ең алдымен эмоцияға берілмей, сабырмен қабылдау керек деп ойлаймын. Себебі мұнда ресми түрде дәлелденбеген деректерден гөрі болжам мен күмән көп. Әлеуметтік желіде айтылып жатқан ақпараттардың бір бөлігі шындыққа жанасуы мүмкін, ал енді бір бөлігі тек жорамал болуы ықтимал. Сондықтан қоғам болып біреуді кінәлап, нақты шешім шықпай жатып үкім айту дұрыс емес. Бұндай жағдайлар тергеу барысына да, жақындарының психологиялық жағдайына да кері әсер тигізуі мүмкін. Бұл өте ауыр әрі күрделі іс. Сондықтан оған салқынқандылықпен, адамгершілік тұрғысынан қарау маңызды деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл оқиға қоғамға бір сабақ болуы керек сияқты. Ақпаратты таратарда да, пікір білдірерде де жауапкершілік қажет. Әр адамның артында отбасы, туған туыс, жақын жандар бар екенін ұмытпауымыз керек. Бейресми дереккөздерге толық сеніп кету, түрлі конспирологиялық ойларды шындық ретінде қабылдау жағдайды ушықтыруы мүмкін. Ең дұрысы құзырлы органдардың ресми мәліметін күтіп, адами тұрғыдан түсіністік таныту. Қандай жағдай болмасын, бұл бір отбасының трагедиясы. Сол себепті шу емес, әділдік пен ақиқат бірінші орында тұрғаны жөн деп ойлаймын.